Күні бойы саудасы жүрмей, екі жидені зорға сатып, базардан үңір үйірлер титықтап, зорға жеткен Тұрарбекті жұпыны қара шаңырақты, жүрек жарды қуанышты жаңалық күтіп тұр еді. Беті қолын шайып дастархан басына енді жайғаса бергенде, әйелінің ала бұртқан жүзіне көзі түсіп кетіп, мына қатын несіне жетісіп, жерден жеті қоян тапқандай мәз болып отыр деп ойлап қойған. Әй, бүгін тіпті әке-шешең ұл тапқандай қуанып отырсың ғой, тіпті, деді де, біресе самауырынның суын сылдырлатып, аққұманға мөлшерінен асырып құйып, енді бірде мұның берген кесесін кіші қызына ұстатып жіберді. Өз-өзіне абдырап отырған әйеліне таңдана қарап, шойындай қара келіншек күйеуім үздіге түссін дегендей жұмбақ жайдың сырын бірден лақ еткізіп, ақтара салмай жай ғана жылы жымиған. Бірақ әрі қарай оны соза берудің де ретін таппаған сияқты. Балаң үйленіп келін түсіремін деп отыр, деді кеседегі шайын бұрттап қойып. Қашан, деді Тұрарбек, келіні дәл қазір босағадан иіліп аттап келе жатқандай сасқалақтап. Ой жазған-ай, осы саған бір нәрсе айтсаң бар ғой, айдалаға лағып кетеді, дейді әйелі Гүлдария кейіп. Әй, бүгін ертең табалдырығыңнан аттайын деп отырған келін жоқ, жай болашақ құдаларымыз бір жерде жүздесіп, тойдың мәселесін ақылдассақ депті дегенде Тұрарбек ойланып қалды. Өтіп бара жатқан өмір-ай, деді күрсініп. Қалайша байқамаған, тұңғышы Нұрбегі де үйленетін жасқа жетіп қалған екен-ау. Ал бұған әлі күнге бала сияқты. Тұрарбек езу тартқан. Несі бар, үйленсін, ұрпақ сүйгізсін. Іштей қуанып желпінген Тұрарбек бір сәт той домалаққа келетін қисапсыз шығынды ойлағанда ғана демі тарылып тосылып қалды. Бұл қазақ әшейін де тегін тапса тегін бер деп айтқанымен, үлпілдетіп өсірген қызын жайдан-жай қолына ұстатып жетектетіп жібере қоймайды ғой. Жөн жоралғысын жасап, құда-құдағилардың алдынан өтуің керек. Толып жатқан ырым-жырыммен кетпейтін тағы бар. Кем дегенде 200 адамға дүркіретіп той жасауың керек. Қас қағым сәтте осылардың шығынын ойша есептеп шыққанда Тұрарбектің жүрегі сары уайым сыздатып жіберді. Құдай-ау, ондай қаржыны қайдан табады? Енді әйел екеуі кеш батса болды, дәптердің бетін шимайлап, тойға келетін ағайын туыстың есеп-қисабын шығара алмай әуреге түсетін болып алды. Гүлдария екі жақта ортақ туған туысқанымен қаптаған жекжат жұрағаттың ұзын санын саусақ бүгіп санап отырып 200-ге жеткізеді. Тұрарбектің арадағы айқайы осы жерден шығады. Ей, жаңа ғана тойға келетіндер 150-ге әзер толтырып еді қой, мына 50 адам қайдан шыға келді, дейді. Тұрарбек ол келетін адамның санын емес, соған кететін қисапсыз шығынды ойлап уайымдайды. Сорлау, соншама адамды төркінінен шығарып отыр дейсің бе? Ініңнің құдасы Сағиділлә мен балдызың Гүлнәр мен Бажаңды. Ол үйдегі құда мен құдағиды тойыңа шақырмай, тым-тырыс отырасың ба? Солар сені қай қызықшылығынан қалдырып еді? Айтып отырса, Гүлдарияның әңгімесінде де жөн бар. Тұрарбектің бел ортасынан жуан қарандашпен сызып тастаған тізімді қайтадан қалпына келтіреді. Сонда да ұстанымынан қайта қоймай күңкілдейді. Соларыңның тойға 10-15 мың теңгеден алып келетініне күмәнім бар, дейді тізімнің көбейіп бара жатқанына шашып. Не көрініпті? Біз де солардың той домалағынан қалмай тапқан таянғанымызды апарған жоқпыз ба? Азар болса бергенімізді қайтарар, дейді әйелі. Тап бір туысқандары құрғыл келетіндей күйініп. Кеш батса шырттай киініп алып, үй бетін көрмей жоғалып кететін Нұрбек таңертеңгісі шай үстінде. Амандық болса, ертең келіндеріңізбен кафеде танысасыздар. Әке-шешесі де іні қарындастарымен сонда келеді, деді аптығып. Сонда әке-шешесінің үстіне алма-кезек қарап, Құдай үшін, мал қайыруға шыға салған адамдардай болмай, дұрыс киініңіздерші. Әке, сіз ана күн қағары мүжіліп кеткен кепкіңізді тастаңызшы, мені позор қылмай. Ойбай-ау,
Мына иттің баласы әлден үйленбей жатып бізді қайта-қайта тәрбиелейін деді ме? Қатын алғаннан кейін төбемізге шай қайнатып ішетін түрің бар ғой тіпті деп ішінен ойлап отырды Тұрарбек. Уәделескен уақытқа дейінгі сандық 1000 мәрте ашылып, 1000 мәрте жабылған. Сұр костюм шалбар бірнеше рет үтіктеліп, бірнеше рет сандыққа қайта салынды. Көк костюм шалбарыңды ки, сол сені ашады, дейді Гүлдария. Ақыры ақылдаса келіп, қоңыр галстук пен көк костюм шалбарға тоқтады. Моншаға барып шашын алдырып, мұртын бастырды. Айнаға қарап еді, ар жағынан әшейінде 100 рет көріп жүрген басында жаман кепкісі бар 50-дегі еркек емес, жас самашық 40-тағы о жақ бұжағындағы жігіт ағасы күлімсіреп қарайды. Адам көркіші берек деген мына мен сорлының күтімін болмай жүр екен ғой. Егер мына қалпыммен көшеге шықсам, әлі талай қыз-келіншекті тырапай астырады екенмін ғой, деді масаттанып. Кеш батысымен тапқан-таянғандарын үстеріне іліп, жасанып барған бұларды жарығы самалдай жарқыраған мейрамхананың алдында Нұрбек пен еліктің лағындай жас қыз күтіп алады. Айналайын-ай, келін осы болды-ау, деді шамасы. Іле-шала самай шашын ақ шалған, өзі құралпы ет жеңді кісімен сәнді киінген 5-6 әйел келді. Дастархан басында жайғасқаннан кейін де бір-біріне жатырқаса қарап біраз отырды. Әшейінде ауыз жаппай сымбырлап сөйлейтін Гүлдария да аузына су толтырып алғандай үндемейді. Тілін жұтып қойған секілді. Қайта болашақ құдағиының еті тірі екен. Ау, енді бір-біріміздің бетімізге қарап отыра береміз бе дегеннен кейін ғана дастарханның басында қозғалыс байқалған. Болашақ келіндері әсем өз жағынан келген туған-туысқандарын, ал Нұрбек бұларды таныстырып өтті. Іркеле қозғалған әңгіме бірте-бірте іргесін кеңітіп, қызып жүре берген. Құдасы бір құрылыс компаниясында бастықтың орынбасары екен. Құдағиы да қара жаяу емес, дыңдай полиция майоры. Болашақ келіндері полиция мектебінде оқиды екен. Апырмай, мынандай нәзік қалпымен алпамсадай тәртіп бұзушыны қалай ұстайды екен деп іштей таңданумен болды. Тұрарбек қандай адамдармен құда болғалы болатынын ойлап, іштей қуанғанымен соларды қалай сый-сияпетімен күтіп аламын деп іштей жегідей жеген сары уайымның құшағында отыр еді. Әңгіме дүкен бірнеше сағатқа созылып, құдағи артықшылықты өз жағына, ал Гүлдария өзіне қарай тарта отырып, ақыры бір мәмілеге келіп тоқтады. Құданың жақын деген бірнеше адамына ғана жағалы киім кигізіп, құдалыққа шақтап 30 адам ғана ертіп келетін болды. Мына жақта өзінің туған-туысқандары мен Нұрбектің жолдастары мен қайын жұрты бар 200-ге жуық адам кезек күтіп тұр. Құдай-ау, мына тойды қалай жасайды? Той Құдайдың қазынасы, әр баланың өз несібесі болады. Тәуекел деп тас шұрт дейтін қайын енесі сыртта отырып алып ақыл айту оңай. Сол шығын өз мойныңа түссе көрер едің, дейді Тұрарбектің кәдімгідей тынысы тарылып. Гүлдария өз жақындарын, ал бұл өз туысқандарын шақырып ақылдасты. Шай ішіліп, ет желініп болғаннан кейін не істейміз деген сауал төңірегінде әңгіме өрбіп, жауаптар іздестірілген. Жұрт қауқылдасып біраз отырды. Қонақтардың санын қысқартсақ қайтеді, деді інісі Қарнабек. Ақылыңның түрін қара, деді Тұрарбек. Айналайын-ау, одан не өзгереді? Әйел екеу ай бойы бұл тізімді қайта жасап жүріп, дәл осы 200-ге зорға тоқтатқан жоқ па? Қысқартқатын ешкім жоқ. Одан да әкелетін нең бар, соны айт. Менде де ақша жоқ. Есесіне қыс бойы бордақыланып былқып тұрған өгізшем бар. Базарға апарып сатсам, кем дегенде 300 000 теңге болады, деді Қанабек. 300 000 теңгенің есебі табылды. Былтыр ғана тұрмысқа шыққан қызы Нұргүлде не дер екен? Қызы жалтақтап күйеуіне қарап, ол тырс етіп үндемегеннен кейін санын түрткен. Ол қалың ұйқыдан шошып оянған адамдай, біздің қосатынымыз 200 000, деді. Әй қызым-ай,
тағы бір 100.000 қосқаныңда болар еді ғой деген ашқара ғой Тұрарбектің көмейінен шықпай кептеліп тұрып қалды. Әкесінің інісі Қабыл көкесі шұбатылған орамалының орауын жазып, ішінен 10.000 теңгелікті алып алдына тастады. Айналайын, ағайын-ай, әне-міне дегенше 1.000.000 теңгені басы құралған. Бірақ тойдың шығынына жұмсалатын 2.000.000 теңгенің орны әлі де үңірейіп бос тұр еді. Аңқылдаған ағайын туыстың шама шарқы соған ғана жетті. Оларды бермеді, аянып қалды деп қалай кінәларсың? Сол туыстың арқасында кішкене ғана жұпыны тіршілігі бар қара шаңыраққа келін түсіріп, тапқан-таянғанын жаратып, құдалығында өткізді. 30 адамның басы қосылған құдалыққа қойылған тоғыздар мен көрсетілген сый-сияпаттар Тұрарбектің көңілін өсіріп, қомпитып жүретін 1.000.000 теңгенің басына су құйып кетті. Қолда қалған 1.000.000 теңгенің қу қарақан басы қанша санасаң да 200.000 адамның шығынын жаппайды. Әлі келін мен балаға алынатын тойдың киім-кешектері бар. Тұрарбектің миына қан құйыла жаздаған. Қараң қалғыр, несіне уайымдайсың? Тойға жұрт құр қол келеді дейсің бе? Шығын жабылады ғой, дейді Гүлдәрия жұбатып. Ондай болса қанеки, жабылмай қалса ше? Кейбір жылы көршісі Орынбек қалған шығынды тойдан түскен қаржының есебіне жабамын деп жүріп, ақыры қарыз болып үйін сатып зорға құтылған. Той болатын күні кішкене қызы Меруерттің жанына ертіп алады. Мейрамхананың әкімшісіне барып шығын есептеп көріп еді, 2,5 миллион теңгені төлеу керек екен. Ал бұлардың қалталарында көк тиын жоқ. Қорықпаңыз, жұмсаған шығыныңызды тойдан түскен қаражатпен жабасыз, дейді көзі мөлдіреген әкімші қыз. Дүркіретіп той басталған. Алдымен беташар жасалып, ақ желек жабылған келіннің беті ашылады. Ортадағы табаққа тасталып жатқан ақшада есеп жоқ. Тек көзге шыққан сүйелдей болып, белі астан қайысқан 3 үстел ғана қаңырап бос тұр. Тұрарбектің оны көрген сайын жүрегі ауырады. Құдасының үстіне шапан жауып, құдағиының саусағына алтын сақина кигізіп, ортада билегендерінің бірі де есінде жоқ. Бейне бір түс көріп жүрген сияқты. Ол да тек қызы Меруерт келіп жиналып жатқан ақшаның жалпы есебін шамалап айтып кетеді. Әке, 1 миллион жиналды, той енді басталды емес пе, деп жұбатып қояды. Жиналмай қалса ше? Осы бір сұмпайы сұмдық суық сұрақ көкірегінде тұншығып тұрады да қояды. Көзі қарауытып, жүрегі шаншыған, ауа жетпегенде алқынып, әппақ көйлегінің жағасын қолымен ырғап кеңіткен болды. Диванға жайғасып мұздай су ішкен. Той мәселесіне жетіп, жұрттың алды тарай бастаған. Қызы Меруерт жүгіріп келді. Көке, шығынды жаптық, деді. Тұрарбектің қуаныштан үні шықпай қалды. Дәл осы сөзді күтіп отырғандай, ол бір жамбастап құлай берген. Көзін бір ашқанда қызының үстінен төне қарап, еңіреп жылап тұрғанын көрді. Көке, шығынды жаптық деген сөзін тағы да естіп қалды. Құдайға шүкір, қарыз емес екенбіз ғой, Құдайға шүкір. Әкелік міндетімді өтедім-ау ақыры. Қарыз екенмін ғой, бірақ ол бұл сөздерді айта алмады. Түпсіз тұңғиыққа құлап бара жатты. 2 күннен кейін қара жамылған шаңырақ Тұрарбектің жансыз денесін мәйітханадан алды. Марқұмның қан сөлі жоқ. Әппақ қудай өңінде өмірге деген өкпе реніш емес, керісінше әлде бір ризашылықтың нышаны жатыр еді.